Армысыздар баршаңызға. Менің атым Сайран Қалиақбарқызы. Бүгінгі сіздерге көрсеткелі тұрған өнімім қазақтың ұлттық өнімі бидай, қуырылған бидай. Мінекей бидайымызды келі-келсапқа түйіп, қауызынан бөліп, жайық қойдық. Бұның құрамында енді суы бар. Қуырған кезде өте тамаша болады деп ойлаймын. Ал енді базардағы бидайды бірден қуырғанда ол дәмсіздеу болып қалады, себебі Қазақстанның жерінде бидайды шөл жерге өсетіндіктен құрамында су аз болғандықтан оны бір құр жеріп, жайып қуырған дұрыс деп ойлаймын. Мінекей құйрық майымызды турап қойдық, қазір қуыратын боламыз. Мінекей майымызды қуырып жатырмыз. Міне шыжғырын қырап қалған майымызға бидайымызды салып қуыратын боламыз. Міне бұтырлап бидайымыз пісті. Қазір көлеңкеге алатын боламыз. Мінекей қуырған бидайымыз дайын болды. Ас болсын. Осындай ұлттық тағам түрлеріміз көбейе берсін. Бұл енді тіске пайдалы, жегенге витаминге бай, өте дәмді тамақ деп мақтанышпен айтамын. Ұлттық өніміміз, ұлттық тағамымыз мақтанышпен елге, жұртқа, әлемге көрсететіндей дәрежеге жетсін деп тілеймін.